күйіп кетпейді екен. Бірақ алайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тыйым салған іс-әрекеттері бар. Бұл егер адам бір жаман жолды бастап берсе, бұрын соңды болмаған, ол нәрсені артынан адамдар істесе, бастағаны үшін соған күнәш жазылатындығы айтылған. Тура сол секілді жақсы істі бастап берсе, ол жақсылық жалғасқан сайын бұған да сауабы келіп тұратындығы айтылған. Ол өліп кеткен болса да адам. Демек сол жағдай болмаса, тек қана өзі бір бастап берген, сол жамандық жалғасып кеткен болса. Мысалы, бір адам бір жер тесуі мүмкін, бір кішкентай бір мынандай тесік тесуі мүмкін адам. Бірақ ол ертең қиямет күні болған кезде көрсетеді, үлкен бір апан. Міне сен тескен тесігің десе, ойбай, мен мынандай тесік тесіп едім ғой деп айтса, сен бастаған ісің осындай болды соңында деген секілді. Өйткені бір жамандық. Кейбір кездерде ондай оқиғалар көп болады. Кезінде, бір мысал айтайық, кезінде бізде ауылда үлкен 7 жыл бойы бір аурухана салынған, үлкен ауылымызға аурухана салынып бітіп, 5 жыл жұмыс істеді, содан кейін тоқтап қалды. Сол уақытта бір адам бір пешіме кірпіш керек деп барып, бір бұрышынан бір арба кірпіш алып кеткен екен. Сол жарты жылға жеткен жоқ, салынған үлкен аурухана жоқ болып кетті ғой. Пәленше алды деп, 5 кірпіш алып кетті ме, бір арба кірпіш салып алып кетті, пеш соғам деп. Ол қалады ма, оны көрген адамдар қарап тұрады ма? Бүкіл үлкен аурухананың жоқ болып кетуіне себеп болды, мысалға да. Сол секілді. Қазіргі уақыттарда мысалға дейік, жақсылық бастау деген нәрсе өте көп. Ауылды жерлерімізде, әркімнің өзінің ауылында көретін болсаңыз, көршілеріңіздің арасында кейбір пікірлер болады, қате. Шариғат бойынша олай емес, басқаша жасалу керек болған. Бірақ ол нәрсе қате істеліп жүргенін көресіз, бірінші бастап берсеңіз соны, дұрысын көрсетіп, онда соны адамдар жалғастырып беретін болса, сізге үнемі сауабы келіп тұрады. Ол тоқтамайды. Мысалға дейік, біз жақта, Тараз жақта, сондай, Шымкент жақта білмедім. Бізде мысалға құрбан шалатын болса, құрбан шалады да, одан кейін үлкен дастархан жасап, үйіне елдің бәрін көршілер шақырады. Ет асып, шалған құрбандықтың бәрін пісіріп жейді барлығы. Бұлай шикілей тарату деген нәрсе жоқ. Соңғы анау үйде шалады, арғы үй шалады, 10 үй құрбан шалған болса, бір күнде 10 үй тамақ пісіреді, не оны жеп біте алмайды. Жаңаға сүнген ол қосымша қараңыз. Bir құрбанды ол бір 50 мың теңге, мысалы 30 мың теңге дейікші, бір қой алды да құрбан шалды 30 мың теңгеге. Сөйтті де, үстіне тағы 30 мың теңгеге дастархан жасайды. 60 мың теңге қылып таратады. Бұлай қарап отырсақ, шариғаттың көздеген мақсатына сай болмай қалды деген сөз. Құрбан шалынды, құрбан сахих, ешқандай не жоқ. Бірақ таратылу мәселесі дұрыс емес деген сөз. Өйткені не екен? Бүкіл тек қана адамдар келді жеді. Ал шариғаттың мақсаты не еді? Құрбандық шалды бөліп шикідей тарат деді. Сіз мынандай бір жапырақ етті бір кісіге беруіңіз мүмкін, ол жаңағы үйлерінде ет аламайтын адамдар болса, ол мында бір жапырақ етті күніге бір сорпа істеп, оны бір апта жеуі мүмкін. Сіз асасыз да, мәселе терісінен кетті онда. Не жеп үлгерген жоқ, не оны берілмей қалады. Сонымен көретін болсақ, сол жерде әрі ол жерде зияны не? Бір мал құрбан шалады да, одан кейін көпшілік келетін дастархан жасау керек болады. Үлкен. Тағы шығын қосымша. Шариғат олай деген жоқ қой. Соны сіз бастаңыз, мысалға дейік, бір малыңыз құрбан шалғаннан кейін сойып таратып жіберіңіз, таптың отыра беріңіз көршілеріңіз, міне беріп, шариғатта осылай деп. Сізді көргеннен кейін, пәленшеде жасады ғой деп, екінші адам да жасайды. Солай бұл дұрысына қарай кетеді. Ана елден ұят болады деп жүре берсек, өмір бақи елден ұят болады деп жүре береміз. Ол өзгермейді ешқашан. Қате түсініп кете береді. Мысалға дейік, елден ұят болады деген нәрсе негіз бізді құртатын осы. Дұрысы жасалу керек. Бір нәрсе айтайын ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көкесі Абу Талиб өлер кезінде риуаят екі түрлі келеді. Бірінші риуаятта былай деп айтылады. Абу Талиб өлер кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің жанында еді дейді Абу Талибтің. Ей көке, ла иляха иллалла деп айтшы, ертең қиямет күні шапағат етемін дейді. Соны айтып жатқан кезде жанында Абу Жахил де, басқа да рудың тайпаның үлкен көсемдер сол жерде болды дейді. Ей Абу Талиб, сен ата-бабаңның дінінен безесің ба деген секілді түрлі сөздер айтты дейді оларда. Пайғамбарымыз мына жақтан айтып жатыр. Сонда Абу Талиб мен ата-бабамның дініндемін деп айтып жатқан уақытта жаны шықты дейді. Сөйтті да кәпір күйінде өлді дейді. Екінші риуаятта пайғамбарымыз қоймады дейді. Ла иляха иллалла Мұхаммаду Расулалла деп айтшы дейді. Осы сөзді айтсаң, қиямет күні шапағат етем, құтыласың дейді. Сонда ол айтады, Меккенің әйелдері өсек қылады ғой онда мен деп айтқан. Жаңа не екен? Өлімнен қорыққаннан мұсылман болды деп.
бұл сөз мақсат не болған? Әйелдердің өсегінен қорыққан. Өсектен қорыққандығы үшін кәпір күйде өлді, мәңгілік тозаққа кірді. Не пайда болды? Ол әйелдің бәрі де өліп қалды. Өсек дейді деп отырған әйелдер. Өзін өзі мәңгілік тозаққа қылды. Адам елдің айтқанынан қорқып, халық не дейді екен, ел не дейді екен деп қорқып отыра берсе, дұрыстықты істемей. Қатес болса ол мейлі, онда істемей елден ұят болады десе. Ал бірақ дұрыстықты істемей қою деген ол сұмдық ол. Сондай уақытта не екен, дұрыстығын істеу керек. Айтпесе, жаңа Абу Талибтің халіндей хал болады. Ол әйелдердің бәрі де істесеңіз де өсектейді, істемесеңіз де өсектейді, ол өсектейтін адам. Ел айтатын айтады. Ал бірақ дұрысы істелсе, дұрыстыққа қарай жалғасып кетеді екен. Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.